Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 17-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Алғашқы бірінші тапсырмадан бастайық. Төмендегі графикте Екібастұз қаласының 2018 жылғы 3-7 қаңтар күндер аралығындағы температура көрсетілген. Тігінен ауа температурасы, ал көлденеңнен күндер көрсетілген. 5 қаңтар күні болатын ең жоғарғы температураны табыңыз дейді. 5 қаңтар күні мынау ғой бізде, 5 қаңтар күні мынау жеріміз, қазір мен көрсетейін. 4 бұрыш қалып қоя салайын. 5 қаңтар күні мынау тігінен жатқан жеріміз. 5 деп жазылып тұр екен өзі. Мына жерге графиктер берілген екен. Мына тауларымыз бізде мына жерде берілген графиктер. Осының ең жоғарғы болған температура бізде -25 деген градусты көрсетіп отыр. Мына жерде төмпешікті қарайтын болсақ, 5 қаңтар күні именно 5 деген санның аралығы анау төмпешігіміз. Ең жоғары бізде температурамыз -25 деген градус болған. Ең жоғарысы -25, А варианты дұрыс болады. Келесі екінші тапсырмаға өтейік. Суретте майлығы әртүрлі ірімшік түрлерінің сатылым көлемі көрсетілген. Майлығы ең көп ірімшік, майлығы ең аз ірімшікте қаншаға артық сатылғанын табыңыз дейді. Қаншаға артық сатылды деп отыр. Қараңыздар. Майлығы ең көп ірімшік деген сөз бізде 9% болады. Яғни ең көп ірімшігіміз 9%-тік бізде майлығы ең көп ірімшік осы 9% ірімшік. Ол қанша килограмм деп тұр? Бізде ең үлкені 20 килограмм деп отыр. Ең аз ірімшік деген бізде 0,5%-дық ірімшік, ол бізде 10 килограмм. Яғни 10 килограммды 20 килограммның екеуін бір-біріне есеп тастаймыз, азайтып тастаймыз. Сонда бізде бір-біріне қанша килограммға артық екен? 10 килограммға артық екен. Оңай есеп. Келесі. Үшінші тапсырма. Қаладағы футболдан өтілген турнирде барлығы 28 ойын өткізілді. Егер әр команда басқа қарсылас командалармен бір ойыннан ойындағаны белгілі болса, қараңыздар оқушылар, комбинаторика есебі бір ойыннан ойнады деп отыр да. Жарысқа барлығы неше командасы қатысқанын табыңыз деп отыр. Бір ойыннан дейтін болса бізде с-ға салынады. Ал екі ойын деп айтатын болса, үш жерде екі ойын деп сөз келсе, онда бізде а-ға салынады. С-ның формасын бізде именно 28 ойын өткізді деп отыр. Ол бізде на форманы пайдаланатын боламыз. С тең болады n көбейтілген n-1 бөлінген 2 деген форманы пайдаланып. Түсінікті ме оқушылар? Осы жерден бізде n-ді табу керек. Мынау 28 ойын дегеніміз с-мыз 28-ге тең деген сөз ғой. С деген санымыз 28-ге тең. С-ның орнына апарып мен 28 қоямын. Сонда с тең болады. Мына жерге 28 қояды. n-ді табатын болсақ, n көбейтілген n-1 бөлінген 2. Осы жерден пропорция арқылы 28-ге 2-ні көбейтіп жібереміз. 28 мен 2-ні көбейтетін болсақ, бізде 56 деген жауап болады. Тең болады n көбейтілген n-1 деген форма. Енді сұрақ туады оқушылар, n-нің орнына қандай санды қойған кезде 56 деген жауап шығады деп отыр бізде. 56 деген жауап шығады. n-нің орнына қандай санды қоятын болсақ, 56 деген жауап шығады. Демек n-ді табу керек. Осы жерде n дегеніміз тең болады. Әрине бізде n-нің орнына 8-ді қойсақ. 8 қоятын болсаңыздар, қараңыздар, мына жерге де 8-ді қойыңыздар. 8-ден 1-ді азайтатын болсаң 7 қалады. 7 мен сырттағы тұрған 8-ді көбейтетін болсақ, 56 деген жауап шығады. n-іміз шығады екен осы жерден 8-ге тең болады. Демек, бұл варианты бізде дұрыс болады екен, оқушылар. Яғни n-нің орнына тек 8 қойып, немесе мынаны шығаратын болсаңыздар, былай шығарсақ болады. До конца егер шығарам десеңіздер, мынау 56 деген сан тұра берсін. Жақшаны ашайық. n мен n-ді көбейтем, n-ді мұнда көбейтем. Сонда n квадрат минус n болады. 56-ны оң жаққа қарай өткізетін болсақ, n квадрат минус n минус 56 тең болады 0-ге. Мұнан ары қарай дискриминантпен шығарып кетсеңіздер болады. Жарай ма? Дискриминантпен ары қарай шығаратын болсаңыздар, n1, n2 деген жауаптарыңыз 8 деген жауапты қабылдайсыздар. Келесі, ұзындығы 18 метр, ені 14 метр болатын жер телімін қоршауға кеткен барлық сыммен квадрат пішінді жер телімін қоршады. Квадрат пішінді жер телімінің ауданы. Сыммен квадрат пішінді жер телімін қоршады. Қараңыздар, бастапқыда фигурамыз бізде тіктөртбұрыш болған дейді. Бастапқы фигурамыз тіктөртбұрыш болған. Мен қазір сызып алайын. Бастапқы фигурам тіктөртбұрыш. Оның ұзындығы бізде 18, ені 14 дейді. Мынауда 18, мына жаны 14. Яғни екі жаны 14, төбесі мен асты 18 болсын. Енді осыған периметр қанша кетеді? Мұның бар сымның бәріне ұзындығы не істейтін болсақ, өлшейтін болсақ, 18 қосылған, 18 қосылған, 14 қосылған, 14 қосылған. Мына сымның барлық ұзындықтарын қосындысын табатын болсақ, бізде қандай жауап шығады екен? Қазір мен есептеп көрейік. 18 көбейтеміз 2-ке, қосамыз оған 28. Сонда жалпы сымымыз қанша кетті бізде? 64 метр сым кетті, оқушылар. Полный шарбақ төртбұрышын қорытатын болса 64 метр сым кетті. Енді осы 64 метр сыммен бізде не істе деп отыр? Осы 64 метр сыммен квадрат деп отыр. Квадрат деген шаршы. Барлық қабырғалары тең болатын шаршы құрастыр дейді. Барлық қабырғалары тең болатын шаршы құрастыратын болсам,
64 деген санды мен бөлеміз қаншаға? Квадратта шаршыда 4 қабырға бар. 64 4-ке бөлетін болсам 16-тан болады. Демек, мынаның әр қайсысы бізде жалпы 64 деген сыммен әр қабырғасы 16-тан болатын. Бізде не істеуге болады? Квадрат пішінді өрнек, яғни фигура құрауға болады. Осының бізде ауданын табыңыз деген, S деген аудан табу үшін 16-ны не істей саламыз? Бізде квадраттай саламыз. 16-ның квадраты 256 деген жауап болады. Б варианты бізде дұрыс болады екен. Келесі есебімізге өтейік. Диаграммада жаңа үй тұрғын кешендегі пәтерлер сандарының процент мөлшектері көрсетілген. Осы тұрғын үй кешенінде бір бөлмелі пәтерлер саны 90 болса, барлығы қанша пәтер бар екенін табыңыз. Қараңыздар, бір бөлмелі пәтер деген 45% деп тұр ғой, иә? Яғни 45%-ымыз қанша пәтерді құрайды деп отыр? Бізде 90 пәтерді құрайды. Түсінікті ме, оқушылар? Бір бөлмелі дегенді қарайтын болсақ 90 пәтер, яғни 90 пәтеріміз 45%-ді құрайды. Барлығы қанша деп отыр? Барлығы дегеніміз ол 100% табу керек. 100% бізде x деп қоямыз. Осы жерден пропорция істейтін болсақ, есептің жауабы шығады екен. Сонда 100-ді көбейтеміз 90-ға, бөлеміз 45-ке. 200 шығама бізде қанша шығады мына жерден? Қысқартып жаратын болсақ, мына екеуін, сонда 200 пәтер шығады екен. Барлық саны 200 болған. Келесі 6-шы тапсырма, суреттегі қырлары 2 см болатын 2 куб және 2 жарты куб берілген. Пайда болған дененің көлемін табыңыз. Қараңыздар, айтып отыр. Мынау бізде бір кубымыз бар. Мына жерден қарайтын болсақ, мына жерде бір куб бар, иә? Бір коробка тұр мына жерде. Жанында тағы да бір коробка, иналар жарты коробка. Мынау жарты екен, мына жанында бізде жарты. Сонда мына екі жартыны қосатын болсақ, ең шетіндегі екі жартыны қосатын болсақ, қанша куб шығады? Сонда жалпы саны ортада екеуі бар. Мына екеуін қоссам, екі жартыны қоссам, бір бүтін шығады. Сонда жалпы саны 3 куб бар бізде, оқушылар, иә? Жалпы саны мына жерде қанша куб бар? 3 куб бар. Пайда болған дененің көлемі деп отыр, барлық көлемі. Кубтың көлем формасы қандай бізде? В деп жазып қойсайын. Кубтың көлем формасы В тең А куб деп жазылады. Сонда Аның орнына бізде қанша сантиметр деп тұр? 2 сантиметр болады деп тұр. А дегеннің орнына 2-ні апарып қоятын болсақ, дәрежесіне кубтаймыз. 2-нің кубы сонда 8-ге тең. Демек, әр кубтың көлемі 8, мына кубтың көлемі 8. Мынау жарты куб болғанда бұның көлемі 4 болады. Мынау да жарты кубтың, яғни 8-дің жартысы 4 болды. 2-нің бәрін қосатын болсақ, жалпы көлемі сонда 8-8-8-ді қосатын болса, бізде 24 кубты береді екен. Немесе 8-ді 3-ке көбейте салсаңыздар болады. Бірден осы жерде 8-ді 3-ке көбейтсек 24 деген куб шығады. Мыналар не үшін 4-тен болды? Өйткені кубтың жартысы болғандықтан, жарты болғандықтан 4 деп жаздым. Келесі, мына фигуралардың ішінде артық болып тұрған фигураны табыңыз дейді. Пирамида, куб, цилиндр, параллелепипед және призма. Бұл жерде айналу денесіне жатпайтын, бізде айналу денесіне жатпайтын фигура бізде именно цилиндр болып есептеледі. Өйткені цилиндр ғана мына жерлерде айналу денесіне жатпайды. Яғни бір осьте тұрып айналдыратын болсаңыздар, цилиндр ғана ешқандай фигурасы өзінің пішінін өзгертпей тұра береді деген секілді. Түсінді ма? Айналу денесіне жатпайтын алар. Призма, параллелепипед, пирамида, куб дегендер жатпайды. Тек айналу денесіне не жатады? Цилиндр ғана жатады. Өйткені бір орында тұрып айналдыратын болсаңыз, цилиндр деген фигура емес па? Цилиндр деген мінекей. Мұнан тура центрінен ұстап айналдыратын болсаңыздар, ешқандай пішіні өзгермей тұра береді. Түсінді ма? Параллелепипед, пирамидаларды өзгертіп айналдырсаңыз басқаша болып кетеді ғой. Мұнан айналдырсаң білінбейді да айналғаны. Демек, Е варианты дұрыс болады. Цилиндр артығырақ болып тұрған ішінде. Келесі, автомат 2 батырма көмегімен жұмыс жасайды. Санды экранға енгізгеннен кейін 4 бұрыш батырмасын басса, онда сан 2-ге көбейтіледі. Ал мынандай батырманы басса 3-ге бөлінеді дейді. Экранда бастапқыда 6 сан тұрған еді. Мансұр кезекпен батырмаларды басып шықты. 6-шы рет басқанда пайда болған санды табыңыз дейді. Бірінші, бастапқыда экранда 6 деген сан тұрған. Қараңыз, бірінші бізде 2-ге көбейтіледі деп отыр. Міне қараңыздар, бірінші 2-ге көбейтіледі, сосын 3-ге бөлінеді деп отыр. Бірінші басқаным 2-ге көбейтеміз. Одан кейін 3-ке бөлінеді деген сөз 3-тен 1-ге көбейтеміз деген сөз. Оқушылар, түсінді ма? Қайтадан 2-ге көбейтемін, қайтадан шыққан санды 3-тен 1-ге көбейтеміз. Қайтадан 2-ге көбейтемін, қайтадан шыққан санды 3-ке бөлінеді деген сөз, ол 3-тен 1-ге көбейтіледі деген сөз ғой. 3-ке бөлініп жатыр ғой, яғни 3-тен 1 деген бәрібір бөлінеді деген сөз. Демек, мен неше рет басылды? 1 рет басылды, 2 рет басылды, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет басылды. Демек, осылардың бәрін көбейтетін болса, есептің жауабы шығады екен. Мынау алғашқысы, біріншісі, мынау екіншісі, кезекпен бастық дейді. Мынау үшіншісі, мынау төртінші басқанымыз, мынау бесінші басқан, мынау бізде алтыншы басқанымыз. Иә, оқушылар. Сонда 6 рет басып шығатын болса, мыналардың бәрін көбейтіндісін тауып көрейікші. Сонда қандай жауап шығады бізде? Бізде қазір бөлшектің бөлімдерін көбейтіп шыға салайын. 3 деген сандар, бөлшектің астындағы сандар көбейтсем 27 болады.
6-ға 2-ні көбейтемін, одан шыққан санға 2-ні көбейтемін, одан шыққан санға 2-ні көбейтемін. 6 мен 2-ні көбейтсем 12, 12-ні 2-ге көбейтсем 24, 24 2-ге көбейтсек бізде 48 деген жауап шығады. Енді екеуін қысқартып жіберетін болсақ, 48 мен 27-ні қысқартсам 3-ге қысқартайын. 48-ді 3-ге бөлсем 16 болады, 27-ні 3-ге бөлсем бізде 9 деген жауап шығады. Сонда А варианты дұрыс, 16/9. Келесі, сызбада Түркістан қаласының бір жылдағы орташа ауа температурасы көрсетілген. Орташа температурасы 5 градустан төмен болған айларды табыңыз дейді. Қараңыздар, 5 градустан төмен деп отыр, бізде плюс 5 градус деген мына жерден қақ ортасы ғой. Мынаның ортасы. Мінекей. 5 градустан төмен болған деп отыр. Демек, мына 5-ті сызып қоямын. 5 градус осы жерде жатқан, мінекей. Плюс 5 градустан төмен болған деген сөз. Бізде қай айларда болған? Қаңтар, ақпан, наурызда төмен болды. Қарашада және желтоқсанда. Қанша айда бізде общий 5 ай бойы не істеген? 5 градустан төмен болған. Түсінді ма? Мына сызық линияда аспай қалған ғой, байқасаңыз қалғанда. Қалған айларда жоғары болған температура. Келесі, 108 мен 827 шарттарын қанағаттандыратын 13-ке еселі x натурал сандарының арифметикалық ортасын табыңыз дейді. 13-ке еселі x натурал. Мынаның арасында жататын деп отыр. Оқушылар қараңыздар. Мынаның арасында жататын деп отыр. Именно 13-ке бөлінетін сандардың бәрін жазып шық дейді. Мынаның арасында жататын 13-ке бөлінетін сандардың бәрін тауып көрейік. Қазір бірінші 108-ден кейінгі санына қараңыздар. 108-ден сәл үлкен. 109 деген сан бізде 13-ке бөліне ма? Еселі деп тұр да бізде. Бөлінетін санды мен қазір іздеп көремін. 109-ды бөлеміз 13-ке, бөлінбейді екен. Мынау бізде бөлінбейді. 109 13-ке бөлінбейді. Келесі бізде 109 13-ке бөлінбейді. Бөлінбейді. Келесі 110 деген санды көрейік мен. 110-ды 13-ке бөлетін бол. 109-дан кейінгі келесі үлкен сан 110 емес пе? Кезекпен кете беремін. 110-ды бөлеміз 13-ке. Ол да бізде бөлінбейді. 111-ді қарап көрейік енді, бөлеміз 13-ке. 111-ді 13-ке бөлетін болсам, бөліне ме екен? Бұл да бөлінген жоқ. 112-ні көрейік. 112-ні бөлеміз 13-ке. Ол да бөлінген жоқ. 112-де. 113-ті бөлеміз 13-ке. Ол да бөлінген жоқ. 114-ті бөлеміз 13-ке. 115-ті бөлеміз 13-ке. 116-ны бөліп көрейік 13-ке. 117-ні бөліп көрем қазір. Сонда 117 бөлінеді екен. Оқушылар, бізде қараңыздар. Мына 108-ге жақын орналасқан, ең жақын орналасқан қандай сан болады екен? 117 деген сан. 117-ні 13-ке бөлетін болсақ 9 деген жауап. Яғни бөлінеді. 108-ге ең жақын жатқан 117 деген сан болады екен. Одан кейінгі келесі бізде 117-ден кейін қандай сан болады? Яғни 13-ке қосылып кете беретін болса, бізде 130 деген сан болады. Одан кейін 13 қоссаң бізде 143 деген секілді сандар бөлініп кете береді. Енді максимумда 827-ге жақын орналасқан. 827-ге жақын орналасқан мен 826-ны бөліп көрейін 13-ке. 826 бөлінбейді екен. Одан төмендеу сан 825-ті бөліп көрем. Ол да бөлінбейді. 824-ті бөліп көрейін 13-ке. Ол да бөлінбеді. 823-ті бөліп көрем 13-ке. Ол да бөлінбеді. 822-ні бөлеміз 13-ке. Ол да бөлінбейді. 821-ді бөліп көрем 13-ке. Ол да бөлінбеді. 820 деген санды бөліп көреген. Енді бөлінетін шығар. 819 қалды соңғысы. Бізде 819 болады екен. 827-ге ең жақын орналасқан сан 819 деген сан болады. Яғни 108 мен 827-ның арасында осы сандар бар екен. 13-ке бөлінетін сандар осы сандар. Енді санын табыңыз деп отыр. Жалпы санын табатын болсақ, общий санын тауып көрейіксі. Общий санды қалай табамыз? N деген әдіспен Гаусс формуласы бар бізде. Гаусс формуласы үлкен сан азайтылған кіші сан бөлінген D қосылған 1 деген формуламен мен қазір табатын боламын. Жарай ма? Сонда осы жерге салатын болсақ формулаға. Ең үлкен санымыз мына тізбектегі 819 деген сан. Кіші санымыз бізде 117-ні береді. Мына тізбектегі ең үлкен сан мен ең кіші сан ғой, түсінді ма? Мынаның арасында жатқан сандар бөлінетін 13-ке. Ең үлкені 819, ең кішісі 117. Бөлеміз D деп тұр. D дегеніміз бізде қандай сан? 13-ке тең. Өйткені мыналардың заңдылықтары қаншаға қосылып жатыр? 13-ке қосылып жатыр. Сондықтан бізде 13-ке бөледі екенбіз. И қосамыз 1-ді. Мынаның бәрін есептейтін болсақ, 819-дан азайтамыз 117-ні, бөлеміз 13-ке, қосамыз 1-ді. Сонда жалпы саны қанша болды? Бізде 55 штук бар екен. Мына жерде қанша штук сан бар? Бізде оқушылар 13-ке бөлінетін 55 штук сан бар екен ғой. Жалпы саны бізде 55 штук оқушылар. Бізде арифметикалық ортасын тап деп отыр ғой. Арифметикалық ортасын табу үшін бізде жалпы санның қосындысы керек. Енді S-ті табу керек оқушылар. S-ті табам мен қазір. S дегеніміз үлкен сан қосылған кіші сан бөлінген 2 көбейту n деген формамен шығарамыз. Үлкен сан мен кіші санды қосайық. 819-ға қосамыз 117-ні, бөлеміз 2-ке, көбейтеміз n-ға. N дегеніміз 55-ке тең, 819 қосылған 117
бөлеміз 2, көбейтеміз 55. Сонда жалпы саны қанша болады? 25740 болады екен. Жалпы барлығын қосатын болсақ 25740. Енді арифметикалық ортасын тап деп отыр бізде. Арифметикалық орта деген 25740 деген санды бөлеміз жалпы санына. Қанша штук бар бізде? 55 штук қой. Сонда бөлетін болсақ, бөлеміз 55-ке. 468 деген жауап шығады. 468 А вариантында тұр бізде. Келесі, бағандағы диаграммада x пен y арасында тәуелділік сәйкес келетін функцияның формуласын табыңыз дейді. Бізде оқушылар мынандай, қараңыздар. X-тің орнына бізде 1 деген санды қойған кезде y-тен қанша шығу керек? Мына формуладан 2 шығу керек. X-тің орнына 2-ні қойған кезде y 9 шығу керек. X-тің орнына 3-ті қойсаң, y-іміз 28 шығу керек. X-тің орнына 4-ті қойсаң, y-імізден 65 шығып отыру керек. Қай формулалардан жерде қоятын болсақ, X-тің орнына сандарды, ол бізде y-іміз жоғары тұрған шкалаларды көрсетеді деп отыр. А вариантына есептеп көрейік. Жерге апарып 1-ді қоятын болсам, мінекей қараңыздар, 1-ді қойсам не шығу керек бізде? 2 шығу керек. Шыға ма? 1-дің квадрат қосылған 5, 2 шықпай қалады, иә? Демек А варианты бізде дұрыс емес. X-тің орнына 1-ді апарып қоятын болсам, 1-дің квадрат қосылған 5, 6 шығып қалады. Бізде 2 шығу керек еді. Бұл жатпайды екен. Келесі 1-ді қойып көрейін мына жерге. 1-дің 4 дәресі азайтылған 7. 1-ден 7-ні азайтатын болсақ, бізде қанша шығып қалады? -6 шығып қалады. Яғни 2 шығу керек, ол бізде Б вариантында жатпайды, дұрыс емес. Мына жерге X-тің орнына 1-ді қояйын, тағы да 2-нің 1-дің кубы азайтамыз 1-ді. Қанша шығып қалады? Бізде мұнда 1 болып қалады, иә? Бұл да жатпайды, мынау да жатпайды, С варианты да жатпайды. Y-та мынау екеуі Д мен Е-ні қарап көрейік. Мына жерге 1-ді қойсам, 1-дің 5 дәресі қосылған 1 2 шығады. Мынау да бізде 2 шығып тұр. Екеуі от кеп тұр. Енді тағы да келесі сан 2 мен 9-ды қойып көрейік оқушылар. Мына X-тің орнына 2-ні қоятын болсам, 2-нің 5 дәресі қосылған 1 қанша болады? 9 шығу керек еді бізде. 2-нің 5 дәресі 32, оған 1-ді қоссаң 33 шығып қалды. 9 шығу керек еді бізде оқушылар, иә? Демек артық шығып қалды. Д варианты да дұрыс келмейді. X-тің Е варианты дұрыс болады, себебі 2-нің кубы қосылған 1 бізде 9 шығады. Мысалы 3-ті қояйық. 3-тің кубы қосылған 1 бізде 28 шығады. Мына 4-ті апарып қоятын болсақ, 4-тің кубы қосылған 1 бізде 65 шығады. Яғни Е варианты барлығымен сәйкес келіп отыр. Формула сәйкес келеді. Келесі, суреттеу өлшемдері тор көзге сызылған фигураның ауданын табыңыз дейді. Ауданын тап деген сөз, мына жерде мен былай істесем болады. Мыналарды 4 бұрыштарға бізде бөліп тастай салайық. 3 бұрыштарға бөлсек те болады, немесе мына мен былай бөлейін. Мына жерде ортасынан бір кесіп ала салайық. Мына жерден кессем. Вот, мінекей. Бұлай кессек, оқушылар, тура осы жерден бұлай кесіп тастасақ. Бізде бірінші әр фигураның ауданын табайық. Мынаның табанына қарасақ 3 см, биіктігіне қарасақ 4 см. Сонда ортадағы ауданымыз қанша шығады? Бізде 12 болады ғой, иә? Ортасында бізде тік төртбұрыш пайда болды. 4 пен 3-ті көбейтетін болсаң, ортасының ауданы 12 екен, оқушылар. Енді келесі, мына жерден 3 бұрышты қарайықшы, тік бұрышты 3 бұрыш пайда болды. Тік бұрышты 3 бұрыштың бізде катеті 2 болып тұр, биіктігі мына жер 4 болып тұр. Ауданын табу үшін не істеймін мен? Мынау S1 деп қоя салайық. S1 деген фигураның ауданын табу үшін 4 пен 2-ні көбейтіп, тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын табу формуласы 2 катетін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Мынадан көбейтіп 2-ге бөлетін болсаң, ауданы 4 болады екен. Мына жасыл фигураның ауданы бізде, жасыл тік бұрышты 3 бұрыштың ауданы бізде қанша шықты? Мына қыры 4-ке тең болды. 4 пен 2-ні көбейтіп 2-ге бөлсем, бізде ауданы 4 шықты. Мынаның ауданы 12 шықты. Енді төбесінікін қарап көрейік. Қалғандарын қарайықпыз. Мына тік бұрышты 3 бұрышты қарап көрейін. Жанында жатқан тік бұрышты 3 бұрыш S2 деп қоя салайық. Бұның биіктігіне қарай есептейтін болсақ, қанша клетка? Соны есептеп көрейін мен қазір. 1 клетка, 2 клетка, 3 клетка, 4 клетка, 5 клетка. Биіктігі 5 клетка, табаны 1 клетка. Демек, мен қандай сандар көбейтеміз? 5 пен 1 деген санды көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда аудан шығады 2,5 болады екен ғой. Мынаның ауданы 2,5 болды. Үстіңгісін қарайық, мына кішкентай ғана. Бұл жеріміз 3 клетка, мына жеріміз 1 клетка. Сонда 3 пен 1-ді көбейтіп 2-ге бөлетін болсам, бізде мұнда 1,5 шығады. Демек, жалпы аудан табу керек. Бізде оқушылар, жалпы аудан деген сөз ортасындағысының ауданы 12 қосылған, 4 қосылған, 2,5 деген аудан және 1,5. Осылардың бәрін қосып шығамыз, иә? Кусоктарын бәрін қосып шығатын болсақ, мына екеуі 4, 8, 20 шығады екен. Жалпы ауданы бізде А вариантында тұр, 20 болады екен. Келесі, Абылай жеке өзі картопта 9 сағатта, Алпамыс жеке өзі 6 сағатта түптейді. Алпамыс жалғыз өзі 4 сағат жұмыс істеген соң, жағдайға байланысты жұмысты тоқтатуға тура келді. Қалған жұмыста Абылай аяқтайтын уақытты табыңыз дейді. Мынаны пайызбен шығарсақ та болады, немесе пропорция әдісімен де шығаруға болады. Қазір мен көрсете салайын. Бізде былай істей салайық, оқушылар.
бірінші алпамыс не деді, пайызбен көрсете салайын. Алпамыс жалғыз өзі 4 сағат жұмыс істеген соң деп отыр, иә. Алпамыс жалғыз өзі қанша сағатта аяқтайды? 6 сағатта қанша пайыз жұмысты аяқтайды? Бізде 100% жұмысты аяқтайды. Қараңыздар, жалғыз өзі 6 сағатта 100% жұмысты аяқтайды. Ол бірақ бізде қанша сағат жұмыс істеді деп отыр оқушылар? Қараңыздар, 4 сағат қана жұмыс істеді. 6 сағатта 100% аяқтайтын болса алпамыс, онда 4 сағатта қанша пайыз жұмысты аяқтап кетеді ол? Оқушылар түсінді ма? 6 сағатта 100% жұмысты аяқтайды. Демек 4 сағатта қанша пайыз жұмысты аяқтау керек, соны көріп алайын деп жатырмын. И қалған жұмысты бізде Абылайға қазір қалдырып кетеміз. Ол қанша сағатта аяқтайтын есептейін. Тағы бір пропорция құрастыра салған. Сонда 4 көбейтілген 100 бөлінген 6 жауап шығады. 400-ді бөлеміз 6-ға. Мына жерде қысқарта салайық. Мына жерде 2 қалады, мұнда 3 қалады. Сонда үстінде 200 бөлінген 3 деген сағатта аяқтайды екен. Оқушылар, бізде мынау қанша пайызын аяқтайды екен? 200 бөлінген 3 пайызын аяқтайды екен. 200 бөлі 3 пайызын аяқтайды. 4 сағатта алпамысымыз жұмыстың 200 бөлінген 3 пайызын аяқтайды. 200-ді 3-ке бөлетін болсақ, нақтысан шықпады, сондықтан бөлшекпен ала береміз. Енді келесі амал бізде тағы да қалғанын аяқтау керек. Бізде енді кім деп отыр? Абылай жеке өзі 9 сағатта деп отыр. 9 сағатта Абылайымыз бізде 100% жұмысты аяқтайды. 9 сағатта 100%. Қалған бізде тоқтатуға тура келді. Қалған жұмысты Абылайдың аяқтайтын уақыты. Яғни мына қалған жұмыс бар бізде қанша еді? Пайызымыз 200 бөлінген 3 пайызды қанша сағатта аяқтайды деп отыр. 200 бөлінген 3 пайызды 200 бөлі 3 пайызды қанша сағатта аяқтайды? Оған x пропорция қойып қоямыз. Мәселен тағы бір пропорция істейміз, крестик қылып. Сонда x-іміз қандай жауап шығады? Мен 9-ды көбейтеміз 3-тен 200-ге бөлеміз 100-ге. Мына жер қысқартатын болса 9 бен 3 қысқарады, 9 қалады. 3 қалады. 3-ті 200-ге бөлсек 600, оны 100-ге бөлетін болсақ 6 сағатта аяқтайды екен. Қалған жұмысты бізде не істейді екен? 6 сағатта аяқтай алады. Бізде қоя тұр. 1 минут. Оқушылар, бізде мына жерден бір нәрсе ұмытып кеттім. Қараңыздар. Мына жерде бізде бастапқыда аяқтайтын уақыт 200 бөлінген 3 пайызын аяқтайды ғой. Демек, қалған жұмыс деген сөз, оны не істеп тастау керек? 100-ден азайтуды ұмытып кеттім ғой мен. 100%-дан азайтамыз, демек 200 бөлінген 3 пайызды. Қалған жұмыс деген соң мен азайтуды ұмытып кеттім. Мұнда 3-тен ортақ бөлім беретін болсақ, 3-тен қанша болады? 300-ден 200 азайтатым 100 қалады. 3-тен 100. Мына жерге негізі 3-тен 100 қойылу керек. Сонда 3-тен 100%. Қалған жұмыс 3-тен 100 болады ғой, дұрыс па оқушылар? Өйткені менде 3-тен 200 бөлігін аяқтайды екен, алпамыз аяқтап өзі кетіп қалды. Қалғаны бізде қанша пайыз қалды? 3-тен 100% қалды. 3-тен 200-ні аяқтап қойды, 3-тен 100% қалған тұғын. Осы қалған жұмыс деп отыр. Демек, қалған жұмысты мұнда апарып қойдық. Сонда 3-тен 100 деген саннан есептейтін болсақ, қалған уақытты бізде қанша уақытта аяқтайды? Қалған жұмысты 3 сағатта аяқтап бітіреді екен. Мыналар пропорция істейтін болсаңыздар 3 сағат шығады. С варианты дұрыс болады. Келесі, Айнагүл мен Нұрайдың квадраттық заңдылықпен кезектес мынандай кестені толтырды. Нұрайдың жауабын табыңыз дейді. Мына жерде бір белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Бізде 3x квадрат плюс 1 бола ма екен? 2x квадрат қосылған 2n квадрат қосылған 1 деген. Мынамен шығаратын болсақ, осы формула келеді. Мына жерде бізде мынандай формуламен орналасқан оқушылар. Формуласы мынадай. 2n квадрат қосылған 1 деген формуламен орналасқан тізбегіміз. Өйткені бірінші қараңыздар. n-нің орнына осы жерге бізде бірінші 1-ді қояйықшы, мінекей. 1 деген санды қоятын болсақ, астына тұрған 3 шығару керек. Демек, формуланың орнына апарып қоятын болсақ, 2 көбейтілген n-нің орнына 1-ді қоям. 2 көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 1. Қанша шығады? Бізде 3 шығады. Яғни 3-ті шығарып берді. Келесі, n-нің орнына 2 деген санды апарып қойып көрейін. n-нің орнына 2-ні қоятын болсам, бізде 9 шығу керек. 9 шыға ма көреміз. 2 көбейтілген n-нің орнына қояйық. 2-ның квадраты қосылған 1. Қанша болады бізде? 9 шығады. Келесі, n-нің орнына бізде 3 деген санды апарып қояйық. 3-ті апарып қоятын болсам, 19 шыға ма, шықпай ма көреміз қазір. 2 көбейтілген 3-тің квадраты қосылған 1. Жоғарыда тұрған қоршап қойған формула бойынша сабатырым. n-нің орнына қойып атырым. Бізде 19 шығады. Енді бізде 4-ті апарып қой дейді. n-нің орнына 4-ті қоятын болсақ, 2 көбейтілген 4-тің квадраты қосылған 1. 4-ті квадратсаң 16, 12 көбейтсең 32, қоссаң 1-ге 33 деген жауап шығады екен. Д варианты дұрыс болады. 14 есеп Д. 15 есеп қалды. Соңғы есебіміз осымен бүгінгі сабағымыз аяқталады екен. Сызбадағы мәліметтерді қолданып белгілеген төртбұрыштың периметрін табыңыз. Бізге кез келген төртбұрышқа іштей шеңбер сызатын болса, қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы бір-біріне тең болады дейді. Яғни, мына екі қабырғаны қосайық қарама-қарсы. 3x минус 1 деген қабырғаға 3x минус 1-ге қосамыз қарама-қарсы жатқан x плюс 8-ді, оқушылар. x плюс 8-ді қосқан кезде қарама-қарсы қабырғалары
бір-біріне тең болу керек. Мына қарама-қарсы қабырғасын қосайық. Теңдік қойып қоямын да, сонда қосамыз тең болады. X плюс 6 қосылған 5x минус 7. Мінекей қарама-қарсы қабырғаларын қостым. Мына жақта да қарама-қарсы қабырғаларын қосып бір-біріне теңестірдік. Осы жерде x табу керек оқушылар. X табу үшін бізде x пен мына екеуін қосатын болсақ бізде 4x-ті береді. Минус 1 мен плюс 8 бізде плюс 7 болады. Мұнда x пен 5x-іміз 6x болады. 6-тан 7-ні азайтатын болсам бізде минус 1 болады. X-терді бір жаққа жинайық. 4x минус 6x тең болады. Минус 1 минус 7. Мына екеуін азайтсақ минус 2x. Мұндағы санымыз минус 8. X табатын болсақ осы жерден шығады 4 деген жауап. Бізде x-іміз 4-ке тең екен. Мына 4 бұрыштың енді периметрін тап деп отыр оқушылар. Қараңыздар, периметрін табу керек. Демек 4-ті қойып шығайық мына жерге. 4 қосылған 6 бізде мына қабырғасы қанша болады сонда? 10 деген жауап шығады. Мына жерге 4-ті қояйық. 3 көбейтілген 4. Мына x-тің орнына 4-ті қоямын. Азайтылған 1 қандай жауап шығады? Бұл жерден бізде 11 деген жауап шығады, иә? Мына жерге 4-ті қояйық. 5 көбейтілген 4 азайтылған 7. X-тің орнына бәріне 4-ті қойып шығып жатырмық. 13 деген қабырға шығады екен. Мұнда 4-ті қоятын болсақ 4 қосылған 8 бізде шығады 12 деген қабырға. Демек периметрін тап деп отыр. Периметрден барлық қабырғаларын қосып шығамыз. 10 қосылған, 11 қосылған, 13 қосылған және 12. Барлық қабырғаларын қосатын болсақ бізде 46 деген жауап болады. 46 деген А вариантында тұр бізде оқушылар, иә? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар.